Шынайы природада әйел бір теңгеде ақша таппау керек. 100% женский энергияда отырған, 100% женский энергияда отырған әйел, она должна только через махаббат арқылы и через өзінің женский энергиясы арқылы, коммуникациясы арқылы әлемнен, вселенныйдан, еркектерден, адамдардан тек қана спокойно алып отыру керек. И ол әйелдің заботасы емес. Кредит төлеу, 2 комнатты времянкадан виллаға көшу, Жигулиден джипқа отыру, 3-ші баланы университетін төлеу, ол әйелдің заботасы емес. Природада. Бірақ реальность қандай? Реальность өзім жасауым керек, өзім жасауым керек. Но өзімізбен өзіміз